Қорғалжын тас жолы көшесі елордамыздың сол жағалауындағы 4 жолақты үлкен көшелердің бірі. Қабанбай даңғылынан басталып, Нұр-Сұлтан қаласының сыртқы айналма жолымен қиылысқан тұста аяқталады. Тұран даңғылын Шыңғыс Айтматов көшелерімен қиылысады. Ұзындығы 16184 метр. Қорғалжын тас жолы көшесі атау айтып тұрғандай, бұл көше Қорғалжын ауданына апаратын жолдың басы. Қорғалжын Ақмола облысындағы аудан, солтүстігінде Егіндікөл, Астрахан аудандарымен, оңтүстігінде Қарағанды облысының Нұра ауданымен шектеседі. Аудан негізінен теңіз Қорғалжын ойысында орналасқан. Сондай-ақ бұл ауданда Қазақстан Республикасының ең ірі қорықтарының бірі Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы бар. Қорғалжын тас жолы көшесі бойында елордалық цирк ғимараты, Керуен Сити сауда ойын-сауық кешені, Астанадағы ең үлкен керемет моншасы орналасқан. Сондай-ақ бұл көшенің бойында іргетасы 1994 жылы қаланған Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университеті бар. Елордалық цирк ТМД-дағы ең жаңа цирк. Өзге ғаламшардан келген ұшқыш тарелка бейнесіндегі ерекше ғимарат авторы және архитекторы Төлеген Әбділда. Бұл циркқа 2000 көрермен сияды. Аренасы классикалық, диаметрі 13 метр.